Орда студио ұсынат. Біздің телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қанды көл. Соңғы кезде Гуам қаласы мен оның маңында адамдардың ізім-ғайым жоғалуы жиіледі. Оннан астам адамның хабарсыз кеткені расталып отыр. Қарызыңды қалай Полиция қайтарайын мұны енді? ауыр Қалтамда қылмыс деп көк тиыным жоқ қой күдіктенеді. менің. Ей, мұның бәріне мен кінәлі деймісің? Өзің кінәлісің, қарызға берген. Не қылсаң оғыл, сотқа бер. Құдайым-ай, жағың жабылмайды екен. Тұтқаны қоя салшы. Малмандай су болдым ғой. Сіз Хонже Гван емессіз бе? Өзің кімсің? Саған кімсің деп тұрмын. Құдайым-ай. Не болып жатыр өзі? Күдіктіні құрықтаған бойда жоғалғандарды іздеуге кірісеміз. Солға бұрылып нысанаға жақындап қалдық. Барлығы жасақ, алға! Операцияны бастаймыз. Йонкун қонақ үйі. Прокурорча, мұнда не үшін келдіңіз? Сырттай бақылайым деп едіңіз ғой, бұл жер қауіпті, түсіндіңіз бе? Қырсықпай, сыртқа шығыңыз, қане? Бұл сіздің ісіңіз емес қой, прокурорча. Құдайым-ай. Бұл полиция, қозғалма! Орнынан былай тұр.
Лиу Гём дегенсіз бе? Қуаныштымын. Прокурор Чайон. Бірақ бір мәселе бар. Ойлағанымнан тым ерте келдіңіздер. Тағы 5 минут күте тұрасыздар ма? Мен оны әлі емдеп жатыр едім. Көргіңіз келе ме? Не істеп жатырсың, қозғалма. Қазір 1 минут. Қозғалма дейім саған, ей! Жарайды. Онда қатып тұрам. Қолыңдағыны таста да бізге бағын. Қолға алыңдар. Үндемеуге және қорғаушы жалдауға құқығың бар. Осы сәттен бастап, айтқан сөздеріңнің бәрі өзіңе қарсы айғақ ретінде қолданылады. Криминалистер шақырыңдар, жәбірленушіге көмектесіңдер. Басқа жәбірленушілердің бар жоғын тексеріңдер. Құп болады. Прокурорча, науқасқа басқа ешкімнің ота жасауына жол бермеңіз. Не деп оттадың? Менің хирургиялық әдістерім басқалармен араласып кетсе, ол тірі қалмайды. Не айтып тұрсың өзің? Қазір түсіндірсем де сіз онша ұқпай қаласыз ау. Айтқанымды істеңіздер. Оны табу үшін көп іздедіңіздер. Өліп қалмау керек қой. Шашылып жатқан бірнеше мәйіт табылды. Тірі қалған бір адам бар, жағдайы белгісіз. Құтқару тобынан көмек сұраймыз. Қайталайым. Құтқару тобынан шұғыл көмек сұраймыз. Қанышердің үйі. Міне, келе жатыр. Жақындамаңыздар. Өткізіңіздер. Қыруар ақша төлегені рас. Шабуыл кезінде қару қолданылған неге жоққа шығардыңыз? Жәбірленушіден дұрыстап кешірім сұрадыңыз ба өзі? Полицияның тергеуіне барынша көмектестім. Жұртты әбігерге салғаным үшін кешірім сұраймын. Джеффри, мына жағдайға түсініктеме беріп кетіңізші. Кешіріңіздер, жұрттар, бір сәтке. Бұл болғаныз айып тағылмай жабылды. Осымен жетер, жарай ма? Бірақ бейне бақылау камералары шабуылды растап тұр емес пе? Полицияның тергеуіне сеніммен қараңыздар. Біз өтіп жатырмыз. Джеффри, қару қолданғаныңды мойындайсың ба? Өтініш. Ей, өшірші музыканы. Полицияның тергеуіне сеніммен қараңыздар. Уа, қатырдың сен. Сен болмасаң құритын едім мен. Жоқ, шынымен айтам. Басынан ақ саған сенген болатынмын. Бұл жолы бірінші қылмысың болған соң ғана құтылып кеттің. Қол көтеру, есірткі. Сәл ғана мүлт кетсең болды, бәрі бұт-шыт болады, түсіндің бе? Иә, сол үшін де саған қыруар ақша төледім. Сол үшін төлеп жатсың ба? Мен сенің досың бедім. Мырза. Пак Минсо емделу ақысын төлеу. Қамқоршысы Пак Ханжун әкімшілік бөліміне келуіңізді сұраймыз. Джейл ауруханасы. Жаңа ғана әкімшілік бөліміне соғып едім. Одан әлі хабар жоқ па? Жоқ. Әзірге жоқ.
Саған да оңай тиіп жатқан жоқ ау. Пак мырза, мен сізге баттен ауруына қарсы емді тауып бере аламын. Бірақ оны алу шарттары өте қатаң. Бұл сирек кездесетін генетикалық аурудың емі. Бағасының удай екенін білесіз ғой. Білем, қандай жолмен болса да ақшасын табам, уайымдама. Мен бірден ашығын айтайын. Жанама әсерлеріне дайын болуыңыз керек. Қандай жанама әсерлер? Білмейтін бедіңіз. Сіздің әйеліңіз дәрігер болып істемей ме? Оған әлі ештеңе айтпадым. Күте тұрыңыз. Мынаған көз жүгіртіңізші. Бұл отандық компания әзірлеп жатқан генетикалық аурулардың емі. Баттен ауруына шалдыққан науқастарда да оң нәтиже бар. Жақында балаларға жасалған клиникалық сынақтан да сәтті өтті. Әзірге мақұлдау кезеңінде тұр. Бірақ осы жобаға қазірден инвестиция құйсаңыз, кезек күтіп сарылмайсыз. Ал мен дәріні тезірек алуыңызға барымды салам. Мен соның жағдайы қалай? Сырты бүтін көрінгенімен қимыл қозғалысы нашарлап кетті. Кеше болған оқиғаларды да ұмыта беретін болған. Не, әке! Құлыным, мен сау? Сіз шалған нөмірі қазір сөндірулі тұр. Белгі берілген соң дауыстық поштаға қосыласыз. Қоңырау шалу ақысы? Өтінем, жалынам, хабарласшы. Мунсегук Сером Биотек. Бақытты халық, әділ прокуратура. Оқиға орнынан келе жатырсыз ба? Иә. Прокурор Ча Ион. Жақсы жұмыс, прокуроршыға. Қара жұмысты детективтер істеді. Біздікі енді ғана басталып жатыр. Мынау мақұлдауға келген құжаттар ма? Иә, қазір ақ кеткелі жатырсыз ба? Басынан өз қолым алуым керек. Бүгінгі түнгі жаңалықтарды жинап қойыңызшы, таңертең қарап шығайын. Құп болады. Біраз уақытқа дейін жұмыс көп болайын деп тұр ау. Бәрібір бұл істі басқа біреуге беріп жібереді деп ойламайсыз ба? Қоя ғой енді, ұмытып қалдың ба? Ол көз тіккен істің бәрі біздікі болады. Сенжин тобының кенже қызы бола тұра. Несіне өзін қинап пенетке салады екен? Лауазым өспей қалғаны қатты деген болар. Онда тұрған не бар? Мәңгі бақи прокурор болып өтпейтін шығар. Жай ғана жүре тұрып, әкесінің арқасында көтеріліп. Сенжин тобының заң бөліміне бас кеңесші болып жылы орнына жайғасса болар еді ғой. Меніңше бұған екі себеп бар. Әкесінің атына кір келтіргісі келмейтін болар. Ол не дегенің? Дөкейлердің мұрагерлерінің бәрі элиталық жолмен жүреді ғой. Жұрттың көзінше ата-аналар үнемі бірін сынап бірін мінеп жүреді. Салыстыру деген сұмдық шығар. Ал екінші себебі ше? Бұл қанындағы мінез шығар. Ол әділетсіздікке төзе алмайтын адам ғой. Оқиға орнында шалыс естіген жоқпын ғой, Ана жігіт Лео Гем сіздің атыңызды біледі екен ғой. Содан. Екеуіңіз бұрыннан таныс емес пе едіңіздер? Детектив Гон. Әзірге іздеу аймағын кеңейте түсіңіз. Құп болады. Лео Гемнен өзім ақ сұрап аламын. Амансыз ба? Енді жиі кездесетін боламыз, сондықтан амандасуды қоя тұрайық. Мені қайдан танисыз? Бұрын сізді бір мақаладан көргенмін. Менің жадым өте мықты. Оныңыз жақсы екен. Өйткені сізге қояр сұрағым жетерлік. Оқиға орнында құрбанға ем жасап жатырмын дедіңіз, солай ма? Иә.
Қатерлі ісіктің соңғы сатысы. Маған келгенде ісік әбден метастаз беріп тарап кеткен еді. Сондықтан мен... Бұл әңгімені кейінге қалдырайық. Не? Өзіңіз сұрадыңыз ғой. Оны өлтіру ниетіңіздің бар жоғын нақтылап жатырмын. Жарайды, бәрін рет-ретімен талғайық. Тоңаз күштағының бәрі. Не нәрсе? Өзіңіз көрдіңіз. Не үшін бұлай істегеніңізді? Сұрап тұрмын, нақты жауап беріңіз. Зерттеу мақсатында. Зерттеу. Бөлшектенген мәйіттермен. Қандай зерттеу? Шынымен қызығып сұрап тұрсыз ғой. Неге олай дедіңіз? Тергеушілер маған сенбейді. Сенуге тұрарлық па, жоқ па, алдымен тыңдап көрейін. Емі жоқ ауруларға қарсы дәрі жасап жатқанмын. Емі жоқ аурулар? Кез келген ауруды жеңе алатын дәрі. Соны әзірлеп жаттым. Бірақ дәрінің шынымен әсер ететінін көру үшін маған тірі адамның денесі қажет болды. Сонда клиникалық сынақ сияқты ма? Иә. Сондықтан адамдарға тәжірибе жасадым. Оларды тәжірибе кезінде өлтірдіңіз бе әлде? Өлтіріп барып тәжірибе жасадыңыз ба? Дәріні салғаннан кейін өлгендіктен... Жоғы. Менімше дәріні оларды өлтіріп барып салған сияқтымын. Жағдайға байланысты болды. Әркез дәр қалай? Жақсы. Онысын мәйітті сою кезінде сараптама анықтай жатар. Барлығы қанша құрбан бар? Прокурорча, осындай тікке тұрғысы сұрақтарды қашанға дейін сұрай бермексіз. Сізге емдік дәрі әзірлеп жатырмын дедім ғой, сол қызық емес пе? Тергеу кезінде алдымен қылмыстың ауқымын анықтап алу керек. Ал енді айтыңыз. ДНК сараптамасы құрбандар санының одан да көп екенін көрсетіп тұр. Қалған адамдар қайда? Бір жерде жатқан шығар. Өзіңіз өлтірдіңіз бе? Прокурорча, қойыңыз. Сұрақты төтесінен қоя беретініз. Оларды сіз өлтірдіңіз бе? Өлтірмедім дегенмен бірдей ғой. Леугем! Оқиға орнынан 5-тен астам бөлшектенген мәйіт таптық. Және бұлар хабарсыз кеткендердің мәйіттері солай емес пе? Міне, мынаған қараңызшы. Сіз жауабын білесіз ғой, е? Қане, не көріп тұрғаныңызды айтыңыз. Уақытымды алмай айтарыңызды ашық айтыңызшы. Уақытты алып тұрған өзіңіз ғанасыз, прокурор. Бір-бірімізді түсінбесек, тергеу қалай алға жылжымақ? Нөл. Өте дұрыс. Мен 17 адамды өлтірдім, бірақ оның есесіне бүкіл әлемді құтқардым. Сондықтан түбінде өлген адам саны 0. Мен бірде бір адамды өлтірмеген секілдімін. Полиция. Прокурорча, біз оларды таптық. Леугемнің 17 құрбаны бар екен. Не? 17 адам? Кеше тұтқындалған Леугемнің оқиға орнында жалпы 17 құрбанның ішінен 7 адамның мәйіті табылды. Полиция олардың қашан өлгенін және кім екендерін анықтап жатыр. Жақсы. Менса? Әке! Қайда болдыңыз? Мінекей.
кететін кезде айтыңыз. Жарайды. Сонымен Минсо, қуыршақты сондай жақсы көресің бе? Иә, Қуыршақтарыңды жақсы көретініңді білем. Бірақ далаға шығып достарыңмен Бірақ ойнағанда дұрыс достарым қой. жоқ қой. мектепке бар жоғы бір апта бардым ғой. Білем. Бәрі жақсы, әке. Минсо, сауығып кеткен соң, достарың өте көп болады. Әкең сені орта мектепке жоғары сыныпқа жібереді, сосын тіпті шетелге жіберем. Шынымен бе? Әрине, шын айтам. Шын ашақпен уәде. Уәде. Әке, Ау, барлығымыз қайтадан бірге тұра аламыз ба? Басқалар сияқты. әрине. Әлбетте бірге тұрамыз. Тілші Чоу Чоль, Дайхан Лебо жаңалықтары. Мынаны қара. Көріспегелі қай заман. Прокуратура үшін жалған айыптауды доғарып, тыңдауға әлі кеш емес. Чо тілші, Сәлеметсіз бе? қанша уақыт Өте болды көп өзі, уақыт өтті. Отырыңыз. Жоқ, өзіңіз отырыңыз. Мінекей, мен бұған тиіскен Жоқ, бәр жақсы. Жолай кіре салдым. Сонымен тілші Чо. Жұмысыңыз жақсы жүріп жатқанда неге аяқ астынан газеттен кетіп қалдыңыз? Жараның бетін тырнамаңызшы. Былтыр прокуратурамен қақтығысқан месіңізде ме? Содан кейін барлық ақпарат көздерінен айырылдым. Үстімнен сотқа шағым түсіп зәрем ұшты. Әйелімді асырауым керек қой, солай ма? Сосын өз ісімді бастап кеттім. Қазір жұмысыңыз қалай? Бастықтарға жағымпазданатыным рас. Бірақ табысым шамалы болып тұр. Джеффридің ісін бақылап жүрмін. Ол атақты продюсер емес пе? Оның ісін қолға алатын дәлсіз болар деп еш ойламадым. Ер адам отбасын асырауы керек қой, дұрыс па? Міне сол үшін осындамын. Сонымен Пак мырза, екеуміз бірігіп, жағдайымызды түзейтін іспен айналыссақ қайтеді. Қандай? Лиу Гем туралы естідіңіз бе? 17 адамды өлтірген сериялық қаншер. Ол сізді жалдағысы келеді. Ал аванс ретінде 9-0 бар. Мә, саған ондай ақшыға аты жер жар. Менен гөрі солармен жұмыс істеген жақсырақ қой. Болады ғой. 나보다 훨씬 더 유리하지. Ой, олай болмайды. Оны сізбен байланыстырып отырған мен емеспін бе? Сондықтан делдалдығы ақымды алуым керек. Қалжың ғой. Лиу Гемнің сізді таңдағанының бір себебі бар сияқты. Қандай себеп? Монсегуктың атын атасам сізге бәрі түсінікті болады деді. Мен сізге баттен ауруына қарсы емді тауып бере аламын. Бірақ оны алу шарттары өте күрделі. Ол Монсегукты таный ма? Иә, оны Лиу Гемнің аузынан естідім. Ол Монсегукты қайдан танып жүр? Ол Монсегукты өз құрбандарының бірі болды дейді. Оны өлтірген Лиу Гем бе? Мырза, жүргізуші шақырғансыз бе? Құдайым ай. Бірақ Лиу Гем Монсегукты не үшін өлтірген? Маған егжей-тегжейін айтпады.
Оңбаған. Маған онымен кездесу ұйымдастырыңыз. Бөлім бастығы Пан, детектив Гоннан Лиу Гёмнің барлық іс құжаттарын Бұл істі алыңыз. бүгінгі жиналыстан кейін қай бөлім алатынын шешеді деп естідім. Дәл солай, сол жиналыстан кейін ол біздің ісіміз болады. Не дедің? Кеше айттым ғой, бұл істі өзім алам деп. Түсіндім дегенім ғой. Менеджер Ли, бүгін түстен кейін Лиу Гёмнан жауап алуды жоспарлаңыз. Құп болады қазір. Прокуроршыға, иә. Оның бүгін түстен кейін заңгермен кездесуі бар екен. Заңгермен? Иә, кіре беріңіз. Мен де шыққалы жатыр ем, кеттік. Жиналысқа дейін. Сізбен сөйлесуім керек. Жарайды, отырыңыз. Лиу Гёмнің ісі туралы. Оны маған беріңізші. Несіне сонша асығып жүрсіз? Осы істі қолға түсіру үшін қаншама тер төктім. Гуан полиция бөлімшесінің детективтермен аужаласам деп бүкіл айлығымды шаштым ғой. Қой шей, қашаннан бері ақшаны уайымдайтын болғансың, Лауазымың өспей қалған соң осылай істеп жүргеніңді білем, бірақ... Прокурорча, істерге емес әріптесіңнің саған беретін бағасына көңіл бөл. Олардың ондай баға бергені менің бүлдіргенімнен емес қой. Білем, бәрі жай ғана қызғанады. Бір жынды қыз әкесінің таптамашы компаниясын тастап келетті, алпауыттың мұрагермен тұрмыс құрудан бас тартып, бастықтарының пікірін пысқырмайды. Ойыңдағын әркілмей айтып өмір сүресің. Олар қалай қызғанбасын? Міне сондықтан бұл істі мен алуым керек. Істім таза болады. Жоқ. Тым құрғанда бақтың назар ішінде прокурор Ким сияқты тәжірибелі адам керек. Тіпті қорғаушысы Пак Хан Джун болса да ма? Не? Заң фирмасынан Пак Хан Джун ба? Өзіңіз білесіз ғой. Ол әділетсіз еңбек, қысым көрсету және жарақат алу сияқты күрделі істерді Кореяда алғаш рет жеңіп шыққан. Прокурор Кимді шайнамай жұтады ол. Тоқтай тұр, Пак Хан Джун неге мұндай істі қолын алмақшы? Не, ақшаға соншалықты зәру ма не? Мәселе онда емес. Директор о. Бұл сериал кісі өлтіру ісі. Егер өлім жазасына кесе алмасақ, бұл іске ешкімнің жолағысы келмейді. Істі әркімге асыра бермей, ертең басымызға бәле болмас бұрын маған беріңіз. Бұл істі мен ағалайын. Тыңда, әділеттілік орнатам деген құрғақ қиялмен мұндай істі қолға алуға Келесі болмайды. жылы маған әріптестерім басқаша баға береді деп ойлайсыз ба? Шул істі өзім ашпасам. Басқа мал жоқ қой, солай ма? Ал егер біздің бөлімнен ақыры Пак Хан Джунды жеңіп шыққан прокурор табылса ше? Сонда маған тәлімгер болған сіз, директор. Бомба емес, от шашу атқан болар едіңіз ғой. Өтінемін, істі маған беріңізші. Бұл кісі заңгер Пак Хан Джун. Ал бұл кісі Лиу Гём мырза. Қуаныштымын. Ендігі кезекте істі қысқаша баяндап беретін болсам, Мун Сегукты өлтірген сен бе? Бұл жерде сабыр сақтайтын сіз емес пе едіңіз? Тым шыдамсыз екенсіз ғой. Қағидам сондай. Сәл іркілсең арқаңнан пышақ сұғады. Лиу Гём, сен шынымен де Мун Сегукты өлтірдің бе? Иә, өлтірдім. Не болды? Олай болса, емдік дәріні. Мун Сегуктың қолындағы емдік дәріні. Не істедің? Нені айтып тұрсың? Мен оны жай ғана өлтірдім. Не? Емдік дәріні іздеп жүргеніңе қарағанда, жақының қатты ауыратын сияқты ғой. Менімен ойын ойнаушы болма. Отбасыңдағы біреу ме? Соншалықты іздегеніңе қарағанда,
жасың келгенде көрген қызың емес пе екен? Құдай ай, ойлағанымнан таңғал екенсің. 2 миллион доллар қалданғаныңа таңғалмайым. Сенің Мунсегукпен қандай байланысың бар? Өзің білетіннің бәрін нақты айт, және Мунсегуктың қолындағы емдік дәрі қайда? Ондай жоқ дедім ғой. Ол клиникалық сынақтарды аяқтадым деген. Ол болуы керек. Заңгер Пак, Баттен ауруының емі жоқ. Әсіресе ерте белгілері біліне бастаған мен сол сияқтылар үшін. Ол бірнеше жылдың ішінде өлімге әкеледі. Пак мырза, отырып сөйлесек қайтеді. Заңгер Пак, сонша машуланудың қажеті жоқ. Дұрыстап сөйлесекші, өтініш. Мунсегук сізді алдаған болар. Бірақ мен емес. Мен соның ауруын жазаламын. Бірақ қызымның есімін сен қайдан білесің? Бүгін осыншама жол жүріп келгеніңіз үшін аванс ретінде 1 миллион доллар берем. Ал егер мені бұл жерден алып шықсаңыз, тағы 1 миллион доллар. Лиу Гём, саған ойын ойнама дедім емес пе? Заңгерсің ғой, алданумен ғана өмірің өте ме? Дәрі болмаса да менің ақшам бар. Маған әлде сенбей тұрсың ба? Тілші Чо. Пак мырза ол шын айтты. Соншалықты алғыс білдірудің қажеті жоқ. Бұл бәрібір сіз алданып қалған ақша ғой. Саған сендім делік ал. Ал егер ақшаны алып, сені қорғаудан бас тартсам ше? Олай бола қоймас. Менің емімнен сауығып кеткендерді көрген соң, өзіңіз жалынып келетін боласыз. Лиу Гём, сенің сонша сенімді болатындай қандай негізің бар? Олардың барлығы емі жоқ дертке шалдыққандар еді. Ал мен оларды жаздым. Тесан банкіне түскен қаражат 1 миллион доллар Лиу Гёмнен. Бірден 1 миллион доллар. Қызғанып кеттін. Кезінде мектепті жақсырақ оқуым керек еді. Чо тілші, Лиу Гёммен араларында қандай келісім бар? Саған айттым емес пе? Мен тек таныстырып делдалдығы ақымдаламын. Ол тұтқындалғаннан 1 апта бұрын маған өзі хабарласты. 1 апта бұрын дейсің бе? Әрине, басында оны есі ауысқан ба деп ойладым. Бірақ ол емі жоқ ауруларды жазып жатқанын айтқаннан кейін науқастарын барып көруімді сұрады. Сөйтіп, менің көз алдымда тірі қалған адам тұрды. Одан кейін есеп шотыма ақша түсті. Бағым жанған шығар деп ойладым да келісе салдым. Мұны өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Иә, оларды тапқан мен. Сондықтан сол мақаланы жаздым ғой. Солай ма? Жарайды, алдымен сол тірі қалған адаммен кездесейік. Гуам полиция бөлімшесі. Оқиға орнынан табылған дәлелдердің көпшілігі жарамды болып танылатын сияқты. Криминалистика зертханасы бүгін таңертең хабарласты. Олардың айтуынша барлық құрбандардың денесінен бірдей зат тапқан. Ол ақшта жақында ғана жасалған жаңа дәрінің қоспасына өте ұқсас көрінеді. Тек Лиу Гёмнің оны бірінші болып қолданғаны таңғаларлық жағдай. Ол өте ақылды жігіт болған сияқты. Медициналық университетте үздік оқыған. Бірақ кейін жол апатына ұшырап бәрі күл талқан болды. Ол 3 жыл бойы вегетативтік күйде болды дедіңіз бе? Дұрыс айтасыз, оның 2 ақ туысы болған. Ал ол сондай күйде жатқанда анасы қайтыс болып кеткен. Сөйтіп, жақын адамдарынан ешкім қалмаған. Ал мынау, бұл
Құрбандардың жеке іс қағаздары. Осыларды бір қарап шыққаныңыз жөн сияқты. Құрбандардың қылмыстық істерінің қысқаша мәліметі. Олардың барлығы сотталған ба? Иә, Гуам медициналық орталығы. егер ол сондай болса, ол қандай емет? Сізге түсіндіріп берді ме? Жоқ, түсіндірмеген. Оның бәрін мен қайдан түсінейін? Ендеше, сізді бұлай жасауға не итермеледі? Күйеуім қатты қиналып кеткен еді. Мен оған өзің біл дедім. Кешіріңіз, күйеуіңізден бұрын осында ем алған басқа адамды танисыз ба? Иә, маған Санудың анасы айтқан, бірге жұмыс істегенбіз. Ол ұлының емі жоқ полиомиелиттен сауығып кеткенін айтқан болатын. Олай болса, оның байланыс нөмірін бере аласыз ба? Мен бұрын жұмыс істеген жердің дәл қасындағы сұлулық салонының иесі бар. Ол Санудың анасымен көптен бері дос. Ол туралы сол кісіден біле алатын шығарсыз. Биогем қан жер ме әлде құтқарушы ма? Одан басқа тірі қалған адамдармен кездестіңіз бе? Жаңа ғана кездескен Ли Чаншадан басқасын тек қауесет арқылы естідім. Сонда бұл мақаланы олармен кездеспей жаза салдыңыз ба? Енді ақша табу керек қой. Мақаланың құндылығы қаралыммен өлшенеді емес пе? Бір кездері сіз прокуратура мен әлеуметтік әділеттілік үшін күресуші едіңіз. Қазір өз арыңызбен ғана күресіп жүрген сияқтысыз. Ой, пұрмай, қандай керемет сөз. Осыны мақаланың астына пікір қылып қалдырыңыз. Атағы жер жарат. Құдайым. Әрине, барлығы өтірік деп пікір қалдырам. Қоя ғой енді, анаусы жақсырақ естілді. Соны сөзбе-сөз жазып қойсаңшы. Қуа бермей, айтшы енді. Мәйіттер табылған құрбандардан бөлек. Қалған оны. Денесі қайда? Егер басқа қырынан қарасаңыз, қазір маңызды нәрсе бұл емес. Сен 17 адамды өлтірдің. Оларды өлтірдім деп емес, құтқардым деп қарауыңыз керек. Саған сол маңызды ма не? Құрбандарыңның бәрі қылмыскер болған емес пе? Өзім ойлағаннан ертерек түсіндіңіз. Сонда сотта мен тек қана жаман адамдарды өлтірдім деп ақталмақшысың ба? Мені босатыңдар демексің бе? Құдай-ай, қойсаңшы енді. Менің де намысым бар. Мүсәпір бола қалмашы. Бұл өзінше сот жасау. Мұның мен сотта жеңіп шығамын деп ойлайсың ба? Прокурорча, мен емі жоқ дертке шалдыққандарды құтқардым. Олардың өлімі басқаларды құтқару жолындағы қажетті құрбан. Сіз мұны қашан сұрайсыз? Сен 100 немесе 1000 адамды құтқарсаң да, адам өлтірген соң бәрібір қанішер боласың, солай емес пе? Бұл 17-17 дегеннен де қарапайым есеп емес пе? Онда осымен болдық па? Отыр. Мен тұрмайынша орныңнан тұрушы болма. Егер адам сияқты қарым-қатынас күтсең, өзіңде адам сияқты әрекет етуің керек еді. Астам сымалмаған оңбаған қанішер. Кешірім сұрайым. Өзімшіл ақымақ. Не дедің? Ештеңе. Ұмытшы. Маған олардың денесін қайда тастағаныңды айтудың қажеті жоқ. Мен барлық құрбандардың аты жөнін анықтап қойдым. Дәлелім жетіп жатыр. Сенің мына емдік дәрі дегеніңе түкіргенім бар. Сотта қалағаныңша сайрай бер. Ауа райының ыстығына ашуланып маған тиісіп отырсыз ау. Егер осылай қырсыға беретін болсаңыз, соңында түксіз қаласыз. Қалай болса да ол мәйіттердің қайда тасталғанын табуымыз керек. Не? Сонда Биогем тергеумен қосылмай ма? Ол жай ғана бізбен ойнағысы келеді. Егер оның дегеніне көніп жауапты дайын күйінде алсақ, ұятқа қаламыз. Бірақ прокурорча, оны көндірсеңіз құрбандарды тезірек табатын еді. Көндіремін, қайта оның сазайын беруім керек. Өзіміз табамыз, сосын айып тағамыз. Түсінікті ме? Иә, ханым, түсіндім. Іздеу ауқымын кеңейтіп жұмысқа кірсем. Бұл жердегі бәрін тексердік, білем. Келесі көшеге өтейік. Сендер ана жаққа барыңдар, біз мына жақпен барайық. Кешіріңіз, ханым, бірер сұрақ қойсақ.
Біз Гуам полициясынанбыз. Камералар бар ма? Біздің дүкенде камераны көрсе бола ма? Бейне камераны көрсек. Күте тұрыңыз. Бора сұлулық салоны. Санудың анасын неге іздеп жүрсіздер? Естуімше, Сану толығымен жазылып кетті дейді ғой. Шынымен бе? Иә, Мүмкін емес, ол қалай сонда? міне сол себепті үйінің мекен жайы немесе жаңа нөмірі сізде жоқ па? Ол тек орналасқан соң ғана хабарласатын айтқан болатын. Басқа ешқандай мәлімет берген жоқ. Санудың анасы мұнда жұмыс істегенде өте қатты қиналған. Емделуге деп тапқан ақшасы түкке де жетпейтін. Жұмыста жүргенде Сануға қарай алмайтын, түсінесіз ғой. Ал Сану мен толық оның анасы жиі баратын жерлер туралы не айта аласыз? Немесе өзіңіз сияқты оларға туысындай болып кеткен адамдар бар ма? Есіңізде не бар, соны айтыңызшы. Бұл көмектесе ме жоқ па білмеймін. Сану сурет салғанды жақсы көретін. Міне осында. Мынаған қараңызшы. Оның таланты зор еді ғой. Ана жаққа. Иә, сол жаққа. Оларды көрмедім. Сіз ше? Жоқ, көрмедім. Сериялық кісі өлтіру күдіктісі және бұрынғы студент. Біз полиция қосымша құрбандарды іздеп жатқан оқиға орнындамыз. Полицияның жаппай жұмылдырылуына жұртшылықтың наразылығы өсіп келеді. Бұл тек күдіктінің бір ауыз сөзіне ғана негізделген күшті босқа. Тілші, Иә, құрбандар туралы. Олардың кім екенін таптыңыз ба? полиция әзірге есімдерді жариялаған жоқ. Олай болса маған өзіңіз зерттеп көріңізші. Жарайды, көрейін. Шаршаған шығарсыз, прокурорча. Қайтып келуіңізбен. Лиу Гемнің психологиялық бағалау қорытындысы. Келді ме? Иә, Гуам орталық аудандық прокуратурасы, полиграф нәтижелері. Лиу Гем мырза, сіздің адам өлтіргеніңіз рас па? Иә, Сіз адамдарды емдеп, олардың өмірін сақтап қалғаныңыз жалған ба? жоқ. Бірінші сынақ шындық, екінші сынақ шындық. Бұл тесттің дұрыс жүргізілгеніне сенімдісіз бе? Иә, оның реакциялары қалыпты болды дейді. Тіпті басқа тест үлгісінде қолданса да нәтижелері сол күйінде қалған. Ал ең қызығы, сынақтан өткеніне қуанған сияқты. Неге әлі құр іздестіріп қана жүрсіздер? Лиу Гем мәйіттердің қайда екенін айтпай келісім жасағысы келеді. Айтқанына көніп осыны бітірейікші. Олай істесем бүкіл сот барысында мені қолжаулық қылады. Құрбандар табылмағандықтан халық наразы. Түсінемін. Ойланып көрейін. Бұл мойындау емес. Өзіңнің қаһармандық эпосыңды жазыпсың ғой. Маған сену сенбеуіңізге байланысты жанры да өзгереді. Қандай жанр болса да, бұл хикаяның соңы өлім жазасымен аяқталады. Жарайды. Сөздің орайы келіп тұрғанда айтшы. Нені? Адамдарды емдедім дедің ғой. Сол туралы. Рас айтасыз ба? Емдік дәріден бастайын ба? Жоқ, одан емес. Оны қалай жасағаныңнан баста. Айтасың ба, жоқ па? Емдік дәрі. Бәрі солып бара жатқан бөлме гүлінен басталды. Тәжірибеден қалған сұйықтықты соған құйған едім. Ал ертесі күні қарасам, солып қалған гүл қайта тірілген. Емдік дәрі дегенің сол ма? Иә, Жалғастыр. сосын сол дәріні алып,
Аквариумға құйдым. Өліп қалған алтын балығым қайта тірілді. Сосын аяғы жарыланған мысық болды. Ол сондай жақсы жазылған сонша, лезде бұрынғыдай биікке секірді. Осы тұста сіз де қызығып отырған боларсыз. Адамға әсер ете ме екен? Содан кейін адам өлтіре бастадың ба? Айттым ғой, ол адам өлтіру емес, зерттеу. Мұны қашанға дейін жалғастырмақшы едің? Бірақ мәселе мынада. Адамдармен жұмыс істеу әлдеқайда қиын екен. Қашанға дейін? Адам өлтіруді жалғастырмақ едің. 17 адам. Бары болғаны сол. Неге? Себебі тәжірибе аяқталды. Соңғы құрбаның кім еді? Хонджек Ван. Бұған сенімдісің бе? Е. Өз көзіңізбен көргенде түсінетін боласыз. Оны сөзбен түсіндіру кішкене қиындау болады. Гуам аудандық прокуратурасы. Жарайды. Неге қамауға алғанда қарсылық көрсетпедің? Қашып кетуіне болатын еді ғой. Науқасыма ем жасап болған соң, лицензияға берілмекші болғам. Берілмекші болғанмын. Тек қабілетімді дәлелдейтін қолайлы сәтті күтіп жүрген едім. Сіздер мені ұстаған жоқсыздар. Неге дәлелдеуге сонша құштарсың? Оның үстіне сот арқылы. Өйткені бұл ең ресми әлі бұлтартпас жол. Күнәләрім үшін осылай ғана кешірім ала алам. Кешірім емес. Жаза. Оны көрерміз. Жарайды. Жақсы. Емдік дәрінің тарихы туралы жеткілікті естідім. Енді маған көмектесетін кез келді. Қалған құрбандарды қайда тастадың? Чонгэ тауының бөктеріндегі өзенге қарап тұрған 100 метрлік белгіде. Мұқият болыңдар. Бері әкел. Қоп болады. Кеттік. Жарайды. Сотта кінәні мойындау туралы келісім бар дегенде естігенем. Иә. Мен жазаның жеңілдегенін қаламаймын. Мен басқалай келісім жасағым келеді. Алдымен маған көмегіңіз керек. Сот алдында қабілетімді дәлелдеу үшін. Бары сол. Көсімен және басқалар ұнатты. Жарайды, рахмет. Заңгер пак. Қанша қазбаласам да еш нәрсе табалар емеспін. Менің ойымша, Санудың аяғы жаралы болғандықтан суреттердің бәрін үйінде отырып салған. Біз оны табуымыз керек. Иә. Алло? Пак мырза, сәлеметсіз бе? Бұл сұлулық салоны ғой. Иә. Мінекей. Мұнда біреу бар ма? Сотта қабілетіңді дәлелдемексің бе?
бетіңмен жібергендіктен. Әбден тайраңдап кеттің ау деймін. Қуанып тұрған өзіңіз ғой, прокурор. Осы іс арқылы мансабым өседі деп мәзсіз ғой. Әлде мен қателестім бе? Әлде Дөке әкеңіздің арқасында өзімдікі жөндеп тұрсыз ба? Мына оңбағанды қара, бүгін шынымен шектен шықтың. Анашым, Ау құлыным. Hey, күрек әкеліңдер. Мен таптым. Мына жақта. Таптым. Күректі бер әкеліңдер. біз таптық, дәл осында. Таптық. Ей, құрал саймандарды бер әкеліңдер. Мына жақта, таптық, Таптық. таптық, Бара жатырмын. таптық. Мына жақта дедім ғой. Я, келе жатырмыз. Мұнда. Ей, тездетіңдер. Осында дейім. Хон Жайкван сияқты. Мәйтте бір тамшы қан қалмаған. Өз көзіңізбен көргенде түсінесіз. Оны сөзбен түсіндіру кішкене қиындау болады. Мун Се-гук алдап соқты. Бірақ мен емес. Мен соның дертін жазаламын. Олардың барлығына да емді мен жасадым. Енді шектен шығатын кезек сіздікі, прокурор. Менің жағыма шығыңыз. Сотта бәрін өзім ақ көрсетемін. Адамның өмірін пышақ тигізбей сақтайтын болам. Аударып дыбыстаған Орда студио 2026 жыл. Бізді таңдағандарыңызға рахмет.